Жүк көлігінің жүргізушісі жолда жатқан ерекше жануарды байқайды. Еркек бірден көлігін тоқтатып, жақындап барып қарағанда, алдында жатқан ақ бұғы екенін көреді. Сирек кездесетін жануар жедел көмекке мұқтаж еді. Алғашында жүргізуші оның ақ жүндерінен оны қозы деп ойлап қалады. Қолына әлсіз жануарды алып, оған көмек көрсете алатын жақын жердегі орынға қарай бағытталды. Табылған жануарларды құтқару орталығы өз қамқорлығына алған. Қызметкерлер бірден оның 3 апталық бұғы екенін, ал оның жүндерінің ақ болуы альбинизмнің әсер екенін анықтайды. Альбинист бұғылар жабайы табиғатта сирек кездесетін жануарлар болып табылады. Бірақ өздерінің ерекшеліктеріне қарамастан, бұл бұғылар басқа жануарлар арасында емін-еркін өмір сүреді. Кішкентай бұғының анасы өліп қалды, әлде адасып кетті ме белгісіз. Бастысы қазір ол сенімді адамдардың қолында. Оған Спирит есімін береді. Жануардың бойында ешқандай жарақат жоқ, оның қалай жол бойынан табылған бәріне үлкен құпия болып қалды. Спирит қазір өзін өте жақсы сезінеді. Келесі жарты жылда қызметкерлер бұғыға өз еркімен тамақ тауып, басқа бұғылармен байланысуды үйрететін болады. Ол дайын болғанда оны жабайы табиғатқа жіберетін болады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.